Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2016 жылы жарық көрген «Көрінбейтін қонақ» атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Вирджиния атты адвокат Адриан Дорио атты жігіттің үйіне келеді. Ол реттеліп жатқанда теледидардан фотосуретші Лаураның өлімі жайлы айтылып, оның қазасына Адриан айыпталып жатқанын, бірақ ол кінәлі емеспін дегенін естиміз. Оның ірі бизнесмен екенін білеміз. Жаңалықты өшіріп, сізді кейінірек күткен едім десе, әйел бүгін сізді сотқа шақырады. Айыптаушыларда бір куәгер табылыпты дейді. Сіздің берген жауабыңыз нақты емес, маған детальдар, яғни кез келген кішкентай бөлшектер керек. Сол арқылы сізді сотта қорғап қаламын дейді. Осы жерде Вирджинияның сотта ешқашан жеңіліс таппағаны, оны Адрианның жеке адвокаты Феликс ұсынғаны белгілі болады. Бізде 3 сағат қана қалды, нақтылап айтып беріңіз деп уақытты қосып, Лаурамен қонақ үйде не істедіңіздер деп сұрақ қоя бастайды. Сөйтсе олар Лаурамен бірнеше айдан бері көңілдес боп кездесіп жүрген екен. Оларды біреу айтқанымды істемесеңдер айтып беремін деп ақша бопсалап 100 000 евро талап етіп, қонақ үйге шақырғанын айтады. 2 сағат күтіп оларға хабарлама келеді. Оны көріп көңілі түскен жігітке не болды десе, бұл сенің нөміріңнен жіберілді деп көрсетеді. Сөйтіп ақшаны алып, киімдерін киіп дайындалып жатады. Сонда артында біреу көрінеді. Жай қарамақ болғанда оны ұрып жібереді. Қыз естіп қорқып Адриан деп шақырады. Содан талып қалған жігіт есін жинап тұрады. Сол уақытта қызметшілермен бірге полиция есікті қағып ашыңыз деп тұрады. Жігіт тұрып есікке бет алғанда бұрышы қан болған мүсіншені көріп көтереді. Полиция ашыңыз дегенде ешкім жауап бермеген соң қызметшіге есікті аштыртады. Сонда Адриан шашылып жатқан ақшаның үстінде өлген Лаураны көріп, көмектесіңіздер деп айқайлайды. Полиция ішке кіргенде мен кінәлі емеспін, бөлмеде біреу болды десе, оған сенбей қолына кісен салады. Сонда адвокат полиция сараптамасын оқып, ол жерде куәгерлер нөмірден ешкім шықпады деп айтқан екен. Терезелерді іштен аша алмайсың. Себебі суық кезде қызметшілер терезені жауып, тұтқасын алып тастайды. Терезелер сынбаған. Олар барлық жерде тексеріп, нөмірден із-түзсіз ешкім шығып кете алмайды. Осылай ештеңе таба алмаған дегенде, ол бізге дейін нөмірде тығылып күткен. Сонда нөмірге қайдан кірді? Егер жалғыз кілт сізде болды десе, бұл жоспарланған іс. Әдейі маған өлімді мойныма ілу үшін жасаған дейді. Сонда Вирджиния, сіздің айтқаныңыз шынайылыққа жанаспайды. Егер сотта жеңіске жеткіңіз келсе, мені алдаушы болмаңыз деп кесіп айтады. Содан жігіт бұл 3 ай алдын басталған деп әңгімесін айта кетеді. Әйеліне Парижге кеттім деп алдап басқа жақта Лаурамен бірге жүрген екен. Кешігіп жатырмыз деп көлікке отырып жолға шығады. Көлікте жігіт менің өмірім өтірік деп өзінің алдап жүргеніне өкініп отқандай болады. Бұл дұрыс еместігін айтып, айырылысайық дегенге саяды. Сөйлесіп отырып алдарынан бұғы өтіп кетеді. Тоқтап өздеріне кеп, шығып екінші көліктегі адамға тірісіз бе деп сұрап, үндемеген соң есікті ашып көреді. Оның өлгенін біліп, Адриан қобалжып полиция шақырмақ болады. Сонда қыз екеуміздің арамызды біліп қояды дегендей, оны көндіріп оқиға орнынан кетуге бел буады. Бірақ көлік оталмай қалады. Солай шұқылап отқанда біреу келе жатқанын байқап, келместен бұрын Лаура өлген жігітті жатқызып, көлігінен дәптерді алып Адрианға келеді. Осылай олар бір-бірімен соғысып қалғандай әңгімелеседі. Әлгі көлік кеп, шопыр бәрі жақсы ма, жедел жәрдем шақырайын ба деп сұрап көреді. Жәрдем керек еместігін жеткізгендей болады. Ал жігіттің түрінен қорқып тұрғанын байқаймыз. Сонда өлген баланың телефоны шырылдайды. Қыз жүгіріп барып, телефонды өшіріп өтірік сөйлеседі. Сонда есік түбінен қан ағып жатады. Көріп қоймасын деп оны аяғымен жабады. Шопыр кеп бәрі аман қалыпты деп сәттілік тілеп кетеді. Телефонды қалтасына салады. Жігітті осында қалдырсақ, біздің алдағанымызды біліп қояды деп оны багажға салып, сен мәйіттен құтыл, сосын қаласаң айырылсамыз дейді. Жақсы дегендей көлікті айдап кетеді. Кейін біраз жүріп, су жағасына келіп, уайымдап, қобалжып, оны итеріп жатқанда сықырлаған дыбыс естиді. Сөйтсе бұғы екен. Ары итеріп, батырып жібереді. Лаураға хабарласып, қайда екенін айтып, ол келіп алып кетеді. Осыған дейін Лаура күтіп отқанда оған бір кісі кеп, не болды деп жағдайын сұрайды. Сонда ол бұғы жүгіріп шықты деп оталмайтынын айтқанда, әлгі кісі автомеханик болып шығады. Көлікті қарап, бір жері істемейтінін айтып, үйге апарайын, сол жерде бір
2 сағатта жөндеп беремін дегенде қыз ойланып кісімен баратын боп көлігін тартып кетеді. Екеуі әңгімелесіп, танысып, Томас әйелімен актерлық курста танысқанын айтып отырады. Қыз қобалжып не істеп қойғандарын білдірмеуге тырысқандай өзінің атын Ракель деп алдайды. Сүйреп үйіне келеді. Әйелімен таныстырып, апатқа ұшырағанын айтып, көлікті жөндеуге кіріседі. Әйелімен кофе ішіп сөйлесіп отырып, балаңыз бар ма дейді. Жоқ деп жауап қатады Лаура. Менде Дэниел атты ұлым бар деп жатқанда оған біреу қоңырау шалып қалады. Мынау менің балам деп қызға суретін көрсетеді. Өзі телефонмен сөйлесуге кетеді. Сонда суреттегі жігітті көріп жаман болып қалады, себебі ол өлген жігіт екен. Ал анасына Дэниел келмеді деп айтып жатады. Томас жөндеп кеп кілтті бергенде Лаура тез кетуді ойлап, асығып жатырмын деп тұрып шығады. Анасы уайымдап оған қоңырау шалады. Лаура киініп оларды естіп, жігіттің телефоны қалтасында екенін білген ол тыпырлап кетеді. Басқа бөлмеге келгенде шырылдайды. Оны тез жастықтың астына тығып, ата-анасы естігендей болып, естідің ба деп келеді. Жоқ дегенде қайта хабарласады. Жастық астына шыққанын естіп, алып ұмытып кеткен шығар дейді. Сөйтіп қыз кету керек деп көлікті оталдырып кетіп қалады. Томас артынан қарап номерді көреді. Сөйтіп көліктің көзін жояды. Кейін бір-бірімен ешқашан кездеспейтін болып қоштасады. Адриан өтірік Парижден келгендей көлігімді ұрлап кетті деп полицияға арызданады. Үйіне қайтып бәрін жасырып жақсы болып жатқанда жаңалықтан Дэниелдің жоғалғаны жайлы ақпаратты көрсетеді. Олардың іздестіріп жатқанын көреміз. Осылай қалыпты уақыт өтіп жатып, оны полицияға шақырады. Феликспен бірге барып, жоғалған жігіттің үйіне 8 шақырым жерде 2 көліктің сынықтарын тапты. Ал жігіттің әкесі баласының жоғалған күні дәл сол жерден апатқа түскен қызды алып кетті деп дөңгелек іздері бар сурет пен қыздың фотороботын көрсетеді. Томас Лаура айтып кеткенде нөмірін жаттап полицияға жеткізген. Сіздің көлігіңіздің нөмірімен сәйкес дегенде адвокаты ол Парижде болды, оның көлігін ұрлап кетті. Не болғанын білмейді деп оны ақтап шығарады. Кейін қобалжып тұрған жігіт мен Парижде емес, көңілдесіммен болдым деп шындығын жеткізеді. Келесі жолы мені шақырғанда барлық шындықты айт дейді Феликс. Қыдырып жүріп, жаңалықтан Дэниелдің өзі істейтін банктен 50 000 евроны ұрлап елден қашу үшін өз өлімін ұйымдастырған болуы мүмкін деген хабарды естіп, бұны Лаура жасағанын түсінген Адриан әйеліне мені шұғыл түрде кездесуге шақырды деп алдап, Лаурамен хабарласып екеуі жолығады. Сөйтсе ол жігіттің құжаттарын алып қалған екен. Компьютерін қосып жігіттің құжатымен ақша ұрлады деп жасағанын түсінеміз. Егер мені полицияға айтсаң, сені сатамын деп бір-біріне мені қорқытпа деп кетеді. Содан Адрианның кәсібі Азия нарығына шығып, ірі бизнесменге айналып атақты болады. Сөйтіп кеш кезінде сізден тілші сұхбат алғысы келеді деп оның визиткасын береді. Жігіт барса Дэниелдің әкесі екен. Алдап шақырып алған баласы жайлы айтып, ол ұры әрі қашқын да емес дейді. Қыз бірдеңе жасырып жатыр. Сіз де жасырып жатырсыз десе, мен ештеңе жасырып жатқан жоқпын. Мен ол кезде Парижде болдым деп жауап қатады. Мәйітті қайда жібердіңіздер деп оны кінәлі екеніне сенімді болып тап береді. Содан күзет кеп оны ұстап шығарып полицияға апарады. Сол жағдайдан кейін мен оны көрмедім дейді адвокатқа. Маған құпия түрде ешқандай іс қалдырмай қашқан өлтіруші қызық дегенде Адриан басында көмекке келген жүргізушіні айыптайды. Сол Лаураны өлтірді деп топшылап, оған осылай болуы мүмкін деп оқиғаны айтып береді. Хат келеді. Ішінде жігітті батырып кеткен жер деп сурет пен аудио жазбаны жібереді. Ол тыңдап, сіздердің не істегендеріңізді білемін. Ешкімге айтпауым үшін 100 000 төлейсіздер. Болмаса полицияға айтамын деген екен. Сөйтіп айтқан жері теміржол бекетіне кеп, қызбен кездесіп оған көрсетеді. Мен көлікті батыратын кезде сықырлағанды естідім. Мүмкін бұл бұғы емес, сол шығар. Лаураның айтқанына сенбей кеткендей боп кейін байқаған шығар деп болжағанда, онда ол ақшаны сонша қаласа неге алып кетпеді және нөмірге қалай кіріп шықты деп сұрақ қояды. Сіздің оқиғаңыз шындыққа жанаспайды дейді. Сонымен адвокат сіздің айтқаныңызбен басқа оқиғаны құрай аламын деп өз нұсқасын айтып береді. Бекетке оралып, автоматқа қоңырау соғылып, қонақ үйдегі нөмірді айтып, ол жерге тек пойызбен жету керектігін және өз телефоныңды қоқысқа тастап кет дейді. Екеуі пойызға отырып аттанады. Кілтті алып нөмірге кіреді. Сурет пен аудио жазбаны жағып жібереді. Шкаф ішінде біреу тұрады. Лаураның телефонына хабарлама жібереді. Кетуге дайындалып жатып, Адрианның артынан кеп оны ұрып құлатады. Кейін қызға келгенде Лаура мен емес, оның қайда екенін білмеймін деп өлтірмеуді сұрағанда, оны да ұрып салады. Айнадан Дэниелдің әкесі көрінеді. Сонда Адриан сөзін бөліп, Томас өлтірді дегіңіз кеп тұрма дегенде, қорғану үшін жақсы тәсіл. Себебі полиция өз баласының өлтірушілерін қорғағаннан кейін істі өзі қолға алды дейді. Көңілдесіңізді өлтірмедім дегенде дәлелдеу үшін Томасты айыпты қылу. Бірақ сіз оның баласының өлтіргеніңізді мойындамай
мойындауыңыз керек дегенде, жақсы, бірақ ол нөмірге қалай кіргенін түсіндіруіміз керек қой дегенде, Вирджиния оған суреттерді шығарып, газеттегі Томастың әйелін көрсетеді. Қалай кіргенін өз ойынша құрастырып айтып береді. Пойызға арттарынан отырып аңдайды. Қонақ үйге келгенде есік жабылып қалмау үшін қыстырып қойған қағазды алып, ішке кіріп, шкафты ұрып, әйеліне белгі береді. Көрші нөмірдегі әйелді ұрады. Суырмадан терезе тұтқаларын қалтасына салып, бір терезені ашып қалдырады. Екіншісін күйеуіне әкеп береді. Шкафқа тығылады. Әйелі орнына кеп жайғасады. Ол сол қонақ үйде істейді екен. Содан олар келген кезде SMS жіберіп, сені құлатып, Лаураны өлтірді. Адрианның саусақ іздерін қалдырып, әйелі берген тұтқамен терезені ашып, сыртқа шығып, қабырғаны жағалай жүріп, әйелі ашық қалдырған көрші бөлменің терезесі арқылы қашады. Басқа нөмірден шыққанда адамдар жиналып қалғанын байқап, әйелі полицияны ертіп келгенде ол көрінбеуге тырысады. Полиция Адрианды ұстап жатқанда ол сыртқа шығып аяғын жалтыратады. Сол кезде әйелі білдірмей Томас ашып кеткен терезені жай жауып қояды. Осылай олар сізді кінәлі қылды деп әңгімелесіп отқанда адвокатқа қоңырау соғылып, куәгер жайлы ақпарат келеді. Ол басында көрген шопыр болып шығады. Тезірек қимылдау керек деп, Вирджиния, менің айтқандарымды айтасыз деп, сіз Парижде болдыңыз. Лаура Дэниелмен апатқа түсіп қап, кейін ол ақшамен қашты дегенді жасап, ал сізді Лаура көмекке шақырғаннан кейін қонақ үйге бардым дейсіз. Осылай олар өлімді Лаураның мойнына іліп қойып құтылмақшы болады. Лаураны кінәлі қылу үшін Дэниелдің көлігінің ішіне қыздың бір затын тастау керек деп, оған қай жерде батырдың деп картадан көрсетуін сұрап, қаламды береді. Мына жерде деп белгілейді. Сол кезде Адриан көлікті итеріп жатқанда жігіт тірі болғанын жеткізіп таң қалдырады. Біртүрлі болып қалған Вирджиния, мүмкін сіз Лаураның атымен пайдаланған шығарсыз деп, барлық айтылғанды енді Лаура емес Адриан жасады деп оқиғаны керісінше айтады. Лаура полицияға қоңырау шалатын кезде керісінше сіз оны жігіттен құтылу керек деп көндірген шығарсыз. Сонда Лаура уайымнан денсаулығы нашарлап, шаштары түсіп, іштей өзін жей береді. Ақыры шыдай алмай, ар ұяты жібермей, Дэниелдің ата-анасынан қоңырау шалып, бар шындықты айтып береді. Содан Дэниелдің анасы істейтін қонақ үйде кездесетін боп жоспарлайды. Адрианға хабарласып, алдап бізді шопыр танып қойып, ақша бопсалап жатыр деп жеткізеді. Ол Дэниелдің ата-анасынан құр бармай, сәл болса да кінәсін жазу үшін Адрианнан әдейі ақша алдырған екен. Қонақ үйде телефонмен SMS жазып жіберілетін уақытты белгілеп қойған. Кейін жігіт қонақ үйге келіп, Лаураның не істейтінін білгенде ашуланады. Содан SMS келеді. Сол кезде қыздың тұзағына түскенін түсініп, себебі ол SMS арқылы полицияға дәлел екенін біледі. Адриан ештеңе істей алмаған соң жаза арқаламау үшін қызы ұрып өлтіреді. Сіз оны білдірмей шығып кете алмайтын нөмірде өлтірдіңіз дейді. Адамдар дүрсілді естіп, бәрі жақсы ма деп есікті қаққанда терезеден шыға алмадыңыз. Кейін өз оқиғаңызды құрастырып, ақшаны шашып, айнаға басыңызды ұрдыңыз дегенде, Адриан солай болатын болса, онда Дэниелдің ата-анасы неге полиция шақырмады дейді. Сонда адвокат олар сіздің қандай адам екеніңізді білді. Жазадан қашу үшін сіз бәріне дайын екеніңізді түсінді деп, бері келіңіз, ана жаққа қараңыз деп оған аңдып жүрген Томасты көрсетеді. Себебі ол полицияға сенбей, өзі әділдікті іздеп жүр дейді. Қарсы беттен бос пәтерді жалдап, сізді және айналаңыздағы адамдарды да аңдай бастады. Осылай мені де Феликс арқылы тапқанын түсініп, оның өзінде аңдай бастағанын айтады Вирджиния. Адриан газеттегі суретті көрсетіп, менің нұсқам дұрыс болуы мүмкін дегенде, ол кезде Дэниелдің анасы демалыста болды. Олар Лаурамен кездесуге келген еді, ал сурет болса монтаж, айнада көрінбей тұр деп сендіреді. Қараса айнада әйел көрінбейді. Енді менің көмегім керек па? Судья сізге сенгенді қаласаңыз, онда Лаураны өлтірдім деп мойындаңыз дегенде, оның мықты адвокат екеніне көзі жетіп, иә, өлтірдім деп мойындайды. Сол кезде Феликс сенің телефоның өшірулі деп үйге қоңырау соғып, маған хабарлас деп шопырды тапқанын көреміз. Мен сізді қорғайтын жоспарды ойлап қойдым. 10 минут тынығып алайық деп сыртқа шығып кетеді. Сөйтіп Феликске хабарласады. Шопырды таптым, ол ештеңе айтпайды деп ақшамен аузын жапқанын жеткізіп, Вирджиния жайлы сұрайды. Мен оған бәрін айтып бердім. Өз ісінің маманы екен, оған сенуге болады дейді жігіт. Сонда телефондары шиқылдап, дұрыс естілмей қалып, қалтасындағы қаламның сиясы ағып кетеді. Сөйтіп жазғандарын көріп, адвокатпен сөйлескендерін есіне түсіре бастайды. Бірдеңе сезгенде қаламды бұрап көрсе, ішінде дыбыс жазушы құрылғыны көреді. Ал Вирджиния тез жүгіріп Томасқа келіп, картадағы белгіленген жерді көрсетеді. Ол қуанып, оны құшақтайды. Олардың барлық әңгімесін жазған Томас құрылғыны өшіріп, қабырғадағы зерттеп жүрген суреттер мен жазулар
учурларды көреміз. Адриан терезе алдына кеп қараса Вирджиния мен Томасты көреді. Сосын әйел көзіндегі линзаны, бетіндегі масканы, басындағы парикті шешіп, ол Дэниелдің анасы болып шығады. Бала жылайын деп көзі мөлдіреп тұрады. Ол уақытта бір әйел үйіне кеп көтеріліп есіктің қоңырауын басады. Ашса шынайы Вирджиния тұрады. Қалай болса да жазадан құтылып кететін атақты бизнесменді Лаура мен өз баласын өлтірген мойындату үшін артынан аңдып, зерттеп, актерлық курсқа қатысқан Дэниелдің анасы адвокаттың рөлін шеберлікпен ойнап, оны ақыры мойындатқызады. Томас полицияға хабар береді. Осылай фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.